Ал достар, бармысыздар. Мынау бізде намаз оқу, құлшылық, мінәжат, ғибадат деген нәрсенің барлығы архамандық концепциясы бойынша бұл ата баба әруағына арнап оқылады, ата баба әруағына арнап істеледі. Өйткені өлі разы болмай тірі байымас деген бір сөз бар. Онан кейін намаз деген сөзді мынау көп бауырларымыз оны ойлайды, мынау не жақтан келді деп, Арабия жақтан келді деп. Шын мәнінде мынау ата бабасының намын маздату, ата бабасының атын ұлықтау, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дегендей. Ол мына біздің аталарымыздан қалған дәстүр еді. Оны кейін мынау шеттің әртүрлі нелері өздеріне бейімдеп алды. Бұл біздің мына ата баба әруағының намын маздату деген, ата бабаның атының намын маздатып, әруағын тіктеу, әруағын ұлықтау деген нәрсе. Сонау Жапонияңызда да, Қытайыңызда да, мына жағыңыз үндістерде де, мына жағыңыз таяу шығыста да, Европада да барлығы сол жұрттың бәрі дін деп жүргенде, религия деп жүргенде, сол құдайға сенем деп жүргендердің барлығы сол өзінің ата баба әруағын тіктеуге деген ұмтылыс. Міне намазды оқырдың алдында осындай өздеріңізге жеті атаңызды жазып, рулық таңбаңызды қойып, соның алдында тұрып, өзіңіздің ғибадат құлшылығыңызды жасайсыздар. Енді әрі қарай кетсек. Тәңірім жарылқасын, әруақ Құдай жар болсын, осы ғибадатым ата бабамның намын маздатсын. Қадам мадалынан болсын, от иесі, су иесі, жер иесі мейірленсін, әруақ Құдай жар болсын, мадақ айтам қанымның қайнарына, мадақ айтам ата баба әруағына. Шүкір еттім көрсеткеніңе, көндім салғаныңа, разымын бергеніңе, әруағыңа тағзым еттім, қайнарысың бүкіл асыл қасиеттің. Әруақ Құдай жар бол. Алдыңа келдім, басымды идім, тіземді бүктім, разылығың біздерге қонсын. Разы бол. Алдыңа келдім, басымды идім, тіземді бүктім, разылығың біздерге қонсын. Разы бол. Алдыңа келдім, басымды идім, тіземді бүктім, разылығың біздерге қонсын. Тәңірім жарылқасын, ата баба әруағы разы болсын, қолды түсіріп әумин деп бата қайырам.